Қайырлы күн, Серпіліс Медиа YouTube арнасының көрермендері, сіздермен бірге ұстаз каст жобасы екінші шығарылым. Бұл жобаның мақсаты ұстаздардың негізгі мәселесін талқылай отырып, қоғамдағы ұстаз мәртебесін биіктету. Енді екінші шығарылымның қонағы бұл кісі туралы айтатын болсақ, сөз өте көп, кітап кеміргіш деп айтамыз енді. Отбасы хрестоматиясы жобасының авторы, жазушы, публицист Санжар Керімбай ағамыз. Санжар аға, қош келдіңіз. Қош келдік. Жалпы енді бұл жобаның мақсаты ұстаздар туралы сөз қозғай отырып, ата-ана, мектеп, осы үштік туралы, оқушы үштігі туралы әңгіме айтатын боламыз сіздермен бірге. Енді бірден негізгі сұрақтардан бастап кетейік. Бастайық. Сіздер оқыған кездегі жалпы мұғалімдер, қазіргі мұғалімдермен салыстырған кезде қандай баға бересіз жалпы? Сіздің көңіліңіз тола ма бұл нәрсеге? Бұл жердегі мәселе мынандай. Мен СССР-дің кезінде оқыдым ғой мен. СССР-дің кезінде ол кезде пединститутқа біріншіден түсу ол мүмкін емес, өте қиын ол кезде. Сол мамандықты сүйетін, соның қабілеті жететін адамдардың бәрін. Оның өзінде ол емтиханда өзі жазбаша болады, қазір тест жоқ. Сол бейім барлар мен зейіні барлардың бәрін іріктеп алатын туындағанда сол мамандықты сүйетін мұғалімдер одан кейін іріктеліп келетін тұғын, одан бөлек СССР-дің кезінде направление деген болды ғой. Дипломды саған бермейді, пәлен деген ауылға барасың, сен сол жерде мұғалім боласың дейді тағына, сен институт бітіріп қалада қалғың келсе де сен ауылға жіберетін. Сондықтан менің кезімдегі сол кезде ЖМП-ді бітіргендер бар, сол кезде Каспиді бітіргендер бар, профессионал мұғалімдер сабақ береді, ол кезде сапа күшті болды. Ал енді кейін қазіргі оқу саласындағы бұл кризис неден басталды деген кезінде, бұл Назарбаевтың кезінде бұл критериялар бар күйреді ғой енді. Ақылы оқуға кім ақшасын төлесе, сол оқи беретін болды. Оңысы мұғалімдердің жалақысы көтерілсе, жақсы жалақы аласың дегеннен кейін оған бейімі, зейіні келмесе де сол жаққа ақша үшін осы оқуды оқи беретін адамдар да көбейіп кетті. Осыған байланысты мұның бәрі сапаға әсер етеді. Сондықтан қазір мектептегі мұғалімдердің балаға білім беру сапасына көңіл толмайтын адамдардың көп болатын себебі сол. Мен білмеймін, енді болашақта енді жаңадан келген министр енді қайтадан реформалар жүргізіп жатыр. Егер бұрынғы қатаң режимді, қатаң іріктеу мен сұрыптауды қалпына келтіріп, талаптардың бәрін егер тағы да қатаңдандыратын болса, онда мұғалімдердің сапасы қайтадан артады, мұғалімнің сапасы міндетті түрде оқушыға әсер етеді. Сондықтан осы нәрсені ескеріп отырайық. Рахмет. Сіз бір сұхбатта айтқансыз, үйдегі балаларым кітапты көп оқиды деп. Ол сіз қандай методиканы пайдаланасыз көбіне? Бұл жерде методика болғанда бір жаңадан велосипед ойлап таба алмайсың. Бұның бәрі атам заманнан келе жатқан классикалық метод. Бұл кәдімгі бесік жыр деп аталады. Баламыз туғаннан бастап міндетті түрде сен оның бесік жырын айтып отырасың. Сосын санамақ, тақпақ, қуырмаштар деген мына бар емес пе? Классикалық бұрыннан келе жатқан кәдімгі ғасырлар сүзгісінен өткен классикалық құндылықтар. Біз енді осының бәрін бұрыннан білдік. Бұның балаға қатты әсер ететін себебі Бауыржан Момышұлының ұшқан ұясында бұны қатаң ескертеді. Содан кейін біз ұлы тұлғалардың бала кезіндегі қалай қалыптасқандардың естеліктерін оқысаңыз, соның бәрінде мен әжемнің қойнында жаттым, атамның алдында отырдым, олар маған санамақ үйрететін еді, тақпақ үйрететін еді деп. Сондықтан біз осылар арқылы қалыптастық. Кейін барып енді балдардың тілі шығып, өздері кітап оқып, әріп тани алатын жағдайға келген кезде біз енді мына қиссаларға, аңыздарға, әпсаналарға, ертегілерге көбірек үйір қылдық тағына, сосын мына телефоннан мен ажыратып тастадым. Былайша айтқанда менің балаларым, қазір кішкентай баланың өзінің телефоны жоқ. Ол мектеп бітіргенше телефон алмайсың деп мен онымен келісіп алғам. Сондықтан телефон жоқ, кішкентай кезінен жаңағыдай фундаменті іргетасы классикалық құндылықтармен қаланып өскеннен кейін ол өзінен өзі кітап оқуға бейім болып тұрады. Осындай былайша айтқанда біз жаңа ештеңе ойлап тапқан жоқпын, бұрынғы ескі дәстүрге жабысып қалдым. Енді телефонды бермеу балаға үлкен әсер етеді деп ойламайсыз ба? Жалпы құндылықтар заманауи нәрселерден қалып қояды деген нәрсе. Енді мен өзім балаларымды тыйып көрдім, бірақ олардың қалып отқан ештеңесін де көрмедім. Себебі ол әпкелерінің телефонды қолданып үйрене береді, ағаларым да телефонын қолданып үйренеді. Мектепте ол менің баламнан басқасының бәрінде бір класста 30 бала болса, соның 29-ның телефоны бар, бір-бірінің телефонымен алып үйреніп жібереді. Сондықтан мен өзім бала-шағамның ондай бір технология әлемінен үзіліп түсіп қалған еш нәрсесін де көрген жоқпын. Сол ел қалай сол телефонды үйреніп жатыр, бұлар да үйреніп кетіп бара жатыр. Айырмашылығы менің бала-шағамда мына құндылықтар кішкене дұрыс жинақталдығына, одан кейін бұлардың кітапқа деген зейіні қаттырақ ашылып кетті. Сондықтан мен ешқандай зиян көріп тұрған жоқпын. Барлық ата-ана енді кітапқа баулу бермейді, сіз сияқты енді. Сол сияқты кітапқа қызықпайтын да балалары бар. Оларды сол қызығатын бағытына қарай тәрбиелеген дұрыс деп ойлайсыз ба жалпы? Қай бағытқа берген дұрыс? Енді оның үшін біз енді көбіне енді әртүрлі ата-аналар бар. Мысалға ерінен айырылған, ажыраған, болмаса жатып қалған, болмаса
қайтыс болып кеткен кісілер де бар. Соны 3 бала, 4 бала, 5 баланы асырап жүрген жалғызбасты ата-аналар да көп. Енді олар кейде үлгермейді, көбіне болған шамалары жетпей қалады. Сондықтан ондай ата-аналарға арнап біз жаңағы қисса құндылығын сіңіру үшін қиссагер деген Саймон ойлап таптырған ойыншық қой, граммофон. Соның ішінде 94 бет дискінің ішінде біз осы кітаптардың ішіндегі құндылықтардың бәрін студияда арнайы артистер оқып, оның бәрін запись жасап тастады. Содан бөлек енді құлақпен ала берсін деп бұны есті KZ деген тағы да бір неге сайтқа тіркедік. Оның ішінде де бар. Сондықтан егер жаңағыдай мен кітап оқу уақытым жоқ, бала өсіп бара жатыр дейтін болса, кішкентай бала бесіктен бастап өсіп жатқанда жаңа ғана ғалымдар айтты, бұның алдында мен көрсеттім. Бала 5 жасқа шейін мындай фондық режимде де қабылдай береді. Яғни ол арнайы назарын тігіп отырмаса да, жай ойнап отырса да, бесікте жатса да, былдырлап жатса да, сол жердегі айналадағы естіліп жатқан ақпараттың бәрі миына құйып сіңіре береді. Сондықтан егер кішкентай балаларын жаңадан босанған, жас тәжірибесі ата-аналар болатын болса, қиссагерді 10 шағым теңге тұрады, ол сайма сатып алаттағын қойып қояды, ол азаннан кешке дейін қуаты сарқылғанша сөйлеп тұра береді. Оның бәрі баланың көкірегіне құйылады, оның бәрі құндылық болып қалыптасады. Бұл баланы автомат түрде мына кітап әлеміне жақын қылып өсіреді. Ал енді тағы да бір мәселе, жаңа кітап құмар емес деп жатыр ғой. Енді ол кітап құмар емес деген көбіне қалың кітаптан шошиды, ол үлкен жалпақ тексттерді оқи алмайды. Қысқа нәрселерге үйреніп кеткеннен кейін. Сол үшін біз Иранның жазушысы Мәхди Мирозимидің бір беттік кітап деген кітабын былтыр 1 жыл бұрын балалар Гаухар Омарова деген қыз аударды, бір бойжеткен парсша судай біледі екен. Оны біздіңкілер редакциялады, содан қазір 2 томын шығардық. Яғни ол жерде өмірдің бір өте ғибратты, тәтті, шырынды әңгімесін бір парақтан асырмай жазады мастер, авторы. Содан кейін оны 50 парақты бір кітапқа кіргізген. 50 парақ бір-біріне бірікпей, түптелмейді, бөлек-бөлек жүреді. Әр парақ бір кітап болып есептеледі. Яғни балаға айтады: сен бүгін кітап оқы, бір парақты бітірсең бір кітапқа тең болады дейді. Бұл енді мотивация былайша айтқанда. Әкел дейді, ол бір парақты 3 минутта оқып тастайды. Осылайша жайлап күніге бір парақтан сіңіре берсе, ол 50 күнде 50 парақ, 50 кітап оқыдым деп айтады. Ал енді 2 томын оқып тастаса, онда 100 парақ, 100 кітап болады. Осылайша баланың миы кітап оқуға бейімделеді. Текстті оқып көзімен алатын жағдайға келгеннен кейін ол өзі автоматты түрде телефон әлемінен алшақтайды дағыны, парақтан оқу кітап әлеміне жақындай түседі. Және бұл қазір әдіс өзін ақтады, өте жақсы келе жатыр. Бүкіл Қазақстанда мектептердің бәрі жаппай осы бір беттік кітап жобасын алып сіңіріп қолданып жатыр. Енді одан бөлек біздің әлден нәпсқа дейін деп аталатын, бұдан 13 жыл бұрын шыққан бір жобамыз бар, кітап, ол өте көп сатылымда. Бұнда жаңа тәжірибесі ата-аналар алатын болса, ішінде нұсқаулықтардың бәрі көрсетілген, туылғаннан бастап баланың жасы ескеріліп отырып, баланың жасы есейген сайын осы құндылықтар әлеміне тарту, жақындату үшін санамақ, тақпақ, бата, жаңылтпаш, жұмбақ, батырлар деп күрделеніп кете береді. Осы әлдиден әбісқа дейін деп аталатын кітапты алса, бұл да оларға зор көмек. Ал егер мен бұны сіздер сияқты пайдалана алмаймын, мен ұмытып қаламын дейтін болса, оған нұсқаулық ретінде бөлек бір кітап тағы да жазылды. Оның кітаптың авторы Сейілбек Мырзабай, балалықтан даналыққа деп аталады. Бұл кітап осы құндылықтар әлеміне баланы қалай тартып кіргіземін деген жаңағыдай тәжірибесі ата-аналар болатын болса, соған бұны енді соқырға таяқ ұстатқандай өте түсінікті, шұрайлы, қызық композициямен жазып шыққан кітап. Бұның енді теориясын Германияда Штутгартта тұратын Элизабет Лукас деген ғалым әйел жасаған. Біз енді соның теориясының негізінде бұны қазақшасын жасадық. Бұған енді Өзбекстанның мұғалімдері қатты қызықты дағына, бұны балалықтан даналыққаны өзбек тіліне аударып, қазір Ташкентте сатылып жатыр. Осындай жетістіктер бар. Жасанды интеллект туралы сіздің ойыңызды білгім келеді. Қазір енді балаға дайын білім бұл үлкен кедергі ғой, негізі қазір бар қарап алады бәрінен. Енді жасанды интеллект деген шынымен де бұл енді үлкен катастрофаға алып келуі мүмкін. Себебі адамның миы өзі қиналмағаннан кейін, зорланбағаннан кейін, ол енді бір не дейміз жаңағы өзіне өзі салмақ салып, өзіне өзі күш салып бір нәрсені бұзып шықпағаннан кейін ол қаша алмайды ғой. Енді адамның потенциалы өзі қай кезде ашылады деген кезде, қиындықпен, трагедиямен бетпе-бет келген кезде ашылады деп айтылады. Сондықтан енді Австралия сияқты мемлекеттер мысалға оны тыйып жатыр. Заң жүзінде кәдімгідей барлық мектеп жасындағы балалардың бәрін телефон ұстаудан, әлеуметтік желіге тіркелуден тыйып тастап жатыр. Енді жасанды интеллект деген нәрсе ол жақсы жұмыс істейді, қызмет көрсетеді кімдерге? Мына іргетасы, фундаменті, базасы кәдімгідей мынандай не дейміз, классикалық құндылықтармен қалыптасқан, кітап оқуға бейімделген, нақты бір салаға бір
өзін байлаған адамдар болатын болса, сол өзін зерттеп, індет қазып бара жатқан саласына қатысты ақпараттарды тез жылдам алып, сұрыптап, қорытып аламын дейтін болса, жасанды интеллект көмектеседі. Ал енді 5 жасар, 6 жасар, 7 жасар, 8 жасар әлі базалық білімі қалыптаспаған балаға жасанды интеллект беретін болсаңыз, онда сіз қуыс кеуде аласыз. Андай экзистенциялық вакуум дейді, оның арты фрустрация баланың болмысының бөлшектеніп кетуіне алып келеді. Сондықтан бұл жерде енді жасанды интеллектіні де ақылы сау адам, оны да бір адамзаттың игілігіне бұру үшін оның қолында бір классикалық құндылықтар базасы болу керек. Қазір енді ата-аналар қит етсе мектепке шауып келе беретін болған баласы үшін, мысалы, ол үлкен проблема болып жатыр. Ұстаздардың білім беруіне үлкен кедергі. Иә, оны білемін, көріп отырмын. Алдында енді сұрақ, ұстаздарды баланың алдына жығып беру дұрыс па сіз үшін? Жоқ, бұл енді мұнда салдары өте трагедияға алып келіп соғады деп ойлаймын. Себебі енді ол ұстаз авторитет болып, енді ана жерде беделді кісі болып, одан енді бір алтын үлгі ретінде көрініп, одан енді балдар не дейміз жаңағы өзіне мықты, өзінен әлдеқайда сапалы адамға еліктеу арқылы имитация деп айтады. Адамның ішкі потенциалын сыртқа жаңағыдай актуализацияға өту үшін өзіне мықты адамға қарап тартылу керек қой. Егер енді біздің ата-аналар егер осы надандығын жоймай, баласын сөзін сөйлеп, әрі жаңағы 3 алғанына, 4 алғанына ат ойлатып жаңағыдай қасына блогерлерін ілестіріп алып шұбырып келіп беруден даудамай жанжал қуалай беретін болса, онда мұғалімнің абыройы құлайды дағыны, онда балаға ол енді авторитет болмай қалады. Сабақ алмайды, сыйламайды, енді арасында қарым-қатынастың бәрі бұзылып кетеді. Сондықтан енді ата-аналарға бұның бәрін айту керек, түсіндіру керек. Ұстаз, мұғалім деген ол енді ең шынымен ең киелі, ең сондай маңызды. Себебі баланы қалыптастыратын, адамның болмысын дұрыс мәңгілік мұратқа қарап жол көрсетіп, жөн сілтеп жүретін маман сол болғаннан кейін, енді ақыры соның мұғалім деп етегінен ұстағаннан кейін енді оған сенім арту керек. Енді білмеймін, қазір мемлекет енді шамадан тыс осы мемлекет мұғалімдердің абыройын түсіріп, мектептегі балалар оның жағасын жармасып, әртүрлі ауыр сөздер айта бергеннен кейін, менің білуімше айыппұл салып тастады деймін, 86 мың ба, 83 мың теңгенің маңайында егер баланың жаңағыдай ұстазға тіл тигені дәлелденетін болса, онда айыппұл салады. Бірақ енді мен бұны шешім деп ойламаймын енді өзім. Қуыс кеуде, мынандай өзіне өзі есеп бермейтін, жауапкершілік арқаламайтын бала енді ол ақша төлеймін деуден қорқып тілін тарта қояды дегенге өз басым сенбеймін. Бұл енді бәрібір тәрбиеге қатты мән беру керек. Бұл үшін ата-аналарға жаңағыдай түсіндіру жұмыстары тоқтаусыз телевидение болсын, болмаса блогерлер болсын, әлеуметтік желі арқылы болсын, кітаптар арқылы болсын, барлық тараптан бұны насихаттай беру керек. Сондықтан үгіт насихат жұмысы ата-аналардың да тар надан түсініктерін талқандап, олардың да көкіректеріне осындай сәулелі әңгімелерді айтатын орталықтар көп болу керек деп ойлаймын. Бұл жерде енді бүкіл қоғам жабылу керек те, енді оны жаңағы мұғалімдерге болмаса ата-аналарға болмаса министрліктің мойнына іліп қойып бәрі жүре бермеу керек. Мейлі блогер бола ма, спортшы бола ма, танымал жұлдыз бола ма, әнші бола ма, бәрі мұғалімдердің абыройын көтеруге жұмыс істеу керек деп өзім ойлаймын. Бағасы қымбат, айтар сөзі арзан, қазір коучтар көбейіп кетті ғой. Солар баланы олай ұрма, былай ұрма деп тәрбиелеуде қазір. Сондай бағыттар беруде. Енді сіз ойламайсыз ба, ол ертең әлжуаз қоғамда өз орнын таба алмайтын бір бала артынан дүние келеді деп. Сондай бала өсіп келе жатыр деп. Енді ондай бала өсіп келе жатыр деп ойламаймын. Ондай балалар өсіп кетіп бір буын солай қалыптасты олар. Оны біз көзбен көріп, қолмен ұстап отырмыз. Жаңағыдай қит етсе сөз көтере алмайтын, сосын жаңағы биіктіктен өзін лақтырып жіберетін, сәл болса венасын кесіп қорқытатын, болмаса жаңағы өзіне ауыр қаттырақ сөйлеген адамдармен ерегісіп уышетін, болмаса жаңағыдай өзіне қол салатын оқиғалар көбейді ғой енді мысалға. Енді қазақша бұл не дейді? Тыйымсыз елдің баласы диуана болады дейді. Енді тыйым талап болмағаннан кейін шынымен енді бұндай проблеманың күрделенетін жері бар. Бірақ енді тыйымды салатын ата-ана болмаса мұғалімнің өзі тыйымды салу үшін ол тыйымның қандай мән мағынасы бар екенін ар жағынан біліп тұру керек. Енді оны онтологиялық мән деп айтады ғылымда. Яғни өзің бір тыйымды салатын болса, оның салдары неге алып келіп соғады, ол не үшін ол тыйым салынды, соны тарқатып айтып беруің керексің. Бірақ бұл жерде тағы бір проблема шығады. Ол тыйымды салған кезінде бала кішкентай кезінде бұндай қатаң моральдарды үлкен адам сияқты қабылдай алмайды рационалды формада. Сондықтан да оны андай аңыз қисса формасында беретін түрі бар, классикалық түрі. Астарлы жолмен. Бірақ бұл астарлы жолдардың бәрі классикалық құндылықтар қалай қалыптасты? Бұл көбіне мынандай рухани, діни терминдермен қалыптасты. Пайғамбарлардың атын айту, кие ұғымын жұқтыру,
әулиелер, үлкен ғұлама, шешендер сондайлар арқылы береді. Жаңағы пәленше шешенмен пәленше шешен сөйлескенде бүй деген екен, болмаса бір пайғамбар осылай қылғанда осылай болған екен, пәленше әулиеге тіл тигізген екен, соның аяғы мынандай болыпты деген сияқты. Бірақ бұл жерде енді мына қазір шыны керек кезіндегі салафизм, ваххабизм деп аталатын мынандай діннің сәл мынау цивилизацияның дамуына, қоғамның дұрыс ағаруына кері әсерін тигізетін діни жамағаттар көбейіп кетуіне байланысты қазақ ата-аналары да дін атаулының бәрінен түбегейлі тыйылып қалды. Сондықтан кішкентай діни термин көрсе, Алла деген сөз естісе, Құран деген сөз естісе, қалтырап дірілдеп кәдімгідей мазасы қашады. Енді бұл енді битке өкпелеп тоны отқа жағып жүрген сияқты нәрсе. Сондықтан тыйым болады. Әйтпесе тыйым болмаса, тыйымсыз елдің баласы дивана болады енді ол. Олай болатын болса, біз енді осы мәселені реттеу үшін андай бір қатаң радикалды тыйымдар болып, ұрып соғып балаға шынымен де бір травма беріп, оны бір ерегістіріп алмас үшін ол тыйымдардың бәрі классикалық жолмен салыну керек, яғни қисса форматында. Бірақ енді бұны шыны керек, шамадан тыс өзін модерн санайтын, шамадан тыс өзін заманауи санайтын ата-аналар бұның ішіндегі сол бір-екі классикалық қиссаға діни термин кездескені үшін ғана қабылдамай қояды. Ал бірақ тыйымды салған кезінде ол кішкентай 5-6-7 жасар шолжаң бала оны түсінбейді ғой енді. Сондықтан тағы да проблема асынып кетеді. Енді біз бұл проблеманы шешу үшін не істедік енді? Бұны былай барынша түпкі мәніне үңіліп, түбінен осы проблеманы у-шусыз, ың-шыңсыз, жанжалсыз шешуге күшін салған ғалым Алма Қыраубаева. Онда ұлттық мектеп деген қазір кітабымыз шығардық. Сенім деген бағдарлама жасап 93 жылы өзінің жекеменшік мектебін ашқан. Егер қазір бізді көріп отырған мұғалімдер, ата-аналар болатын болса, олар да осы Алма Қыраубаеваның ұлттық мектеп деген кітабын сатып алып ашып оқитын болса, осы академик ғалымдардың өзі, ғылым докторларының өзі осы ұлттық мектепте қазақы тәрбие қалай берілу керек деген кезде осы мен айтып жүрген қиссалардың бәрі соның ішіне енгізген. Яссауи туралы да, Арыстан баб туралы да. Сондықтан осы сіздің эфирді пайдаланып айтқым келеді. Мұғалімдер, ата-аналар негізі классикалық тәрбиеден, рухани тәрбиеден шоши бермеу керек. Егер енді бұның бәріне шошып шегіне беретін болса, онда тыйымсыз баласы қайдағы жоқ адамның миына сыймайтын сорақ қылықтар жасаған кезде ол енді сөзбен тоқтата алмайды, амал жоқ қолын қолдануға тура келеді, тағына қол жұмсау басталады. Бұл енді қарым-қатынасты шиеленістіріп жібереді деп өзім ойлаймын. Сондықтан егер проблеманы шешеміз дейтін болса, онда коучтың ақылында керегі жоқ бізге, қатты ұрып соғудың да қажеті жоқ. Сол Алма Қыраубаеваның ұлттық мектеп деген жағы кітабының ішіндегі сенім бағдарламасымен классикалық жолға оралған ең дұрыс деп есептеймін. Интеллигент баланы қалай тәрбиелейміз? Ол үшін ата-ана, ұстаз емес, ата-ана қалай тәрбиелеу керек? Енді ата-ана қалай тәрбиелеген кезінде біз бүгінгі болған дәрісімізде бір екі видеоны көрсеттік. Екеуінде де кәдімгі үлкен бұл саланы терең зерттейтін нейробиология, миды зерттейтін, адамның қалыптасуын зерттейтін ғалымдардың бәрі бұны анық айтады. Яғни бұл мидың ішіндегі болып жатқан процесс. Біріншісі сөйлеу өнері. Бала дұрыс сөйлеп, жүйелі әңгіме айтуды үйрену керек. Өнер алды қызыл тіл дейді қазақша. Содан да брокколи аймағы мен жаңағыда вереник аймағы деп екі зонаға бөледі. Брокколи деп отқаным мына жаңағы сол жақ қабағының астындағы бұл грамматикаға жауап беретін тілдің сөйлеу өнері. Мына аймағы осы жерде жатыр, мына иірімдердің ішінде. Екіншісі самай, сол жақ самайының астында жатыр. Бұл енді вереник деген жаңағы верник немістің ғалымы ашты. Енді бұл жерде мәнді мағыналы әңгіме керек. Сондықтан ата-аналарға егер интеллект бала өсірем дейтін болса, онда олар интеллекттің дамуына көмектесетін рухани құндылықтарды, өнегелі әңгімені, өсиетті, ғибратты сол жақ құлағынан құю керек. Бұл енді санамақ, тақпақ, бесік жері әлдия өндермен келетін нәрсе. 6-7 жастан ары қарай өсетін болса, онда қорықпай діни қиссаларды үйрете беру керек. Батырлар жыры, ән күй жыры, классикалық қандай бір әуендер бар, солардың бәрін сіңіре берсін. Егер бұларды көкірегіне құятын болса, онда оның баланың көкірегі бір құндылыққа толса, көзінде оты парылдап жанатын болса, онда ол кәдімгі интеллектуалдық әлемге ол оп-оңай өтіп кетеді. Мысалға сіз қазақтың ең интеллектуал ғалымы ретінде бірінші академик Қаныш Сәтбаевты айтады. Солай ғой енді оның академияны ашуы, оның жолындағы күресі, жезқазған соғуы, одан кейін ғалымдардың тұтас бір армиясын дайындап шығару деген үлкен күш, энергия. Ал сол біз алғашқы академик деп мақтанатын Қаныш Сәтбаев қалай интеллектуал болды деген кезде, ол мысалы мектепті 12 жасында көрген адам. Ол 12 жасына шейін ауылда Имантайдың кәдімгі классикалық тәрбиесімен қазақша тәрбие алған адам. Сосын ол Әбдірахман деген молдаға берген, ол кәдімгі Құранды өте көп жаттап тастаған, Құранды заулатып оқыған кезінде парсшада, арабшада өте сауатты адам болған адам. Оны 12 жасында Павлодарға Әбікей Сәтбаев деген көкесі алып барып оқытқан. Сонда
Қалай осында интеллект болды деген кезде, мына астындағы трансцендент құндылықтар дейді, бірінші іргетасының бәрі осы киелі ұғымдармен қалыптасады. Содан кейін барып жібереді. Ал енді қазіргі ата-аналар енді бұлар интеллект деген не дейтін болса, бұлар интеллект деп екі нәрсені түсінеді. Ағылшынша жақсы білсе, екінші физика, математикаға жүйрік болса болды деп есептейді. Бұның бәрі енді ғылымда қарастырылған. Бұл ағылшын тілі физика, математиканың негізі құрал деп айтады. Ағылшынша means деп айтады, орысша средства. Бір ғылымды ұстап алу үшін, бір мамандықты игеру үшін, дүниені меңгеру үшін бізге қажетті бір құрал. Ал ол құралды пайдаланып, бір жаңа бір нәрсені меңгерсем, өнер игеріп алсам деген нәрсе ол талаптан шығады. Ол талап деген құндылықтан шығады. Сондықтан оны трансцендентті құндылықтар values деп айтады, енді ценности. Ал ол классикалық жолмен жаңағыдай бесік жырмен санамақ, тақпақ, әлдимен келеді, жырлар арқылы келеді. Егер сол жыр әуендерін де құлағына құя беретін болса, қарашы, мысалға Маңғыстаудың, Ақтөбенің, Қызылорданың әлі дейін жыршылар жырлап жатқан әуендер, сөзі де қандай қорғасындай ауыр мысалға. Осының бәрін баланың құлағына құя берсе, онда оны интеллектуал бала шығады. Ал енді тек енді ағылшын тілін үйретемін дағыны физика, математиканы оқытып алатын болсам, болды, менің балам мәселе шешілді деген, енді ол тұйыққа тірейді, және тұйыққа тірелді де ол. Сол үшін мына болып жатқан оқиғаның бәрі. Қазір ұлттық тәрбие беру деген мәселе күннен күнге осы оқу ағарту саласында қаттырақ талқыланып отыр. Және барлық мектептер, тіпті алысқа бармай, Астананың бүкіл мектептері осыған қарай бұрылды қазір. Алдыңғы арын жоқ. Ағылшын тілін білсем болды, мен бақытты өмір сүремін деген концепция қирап қалды қазір. Қазір барынша балама қазақша тәрбие беремін деген нәрсе алды қарай шығып бара жатыр. Бала тәрбиесіне қатты араласып кететін әке бар, және мүлдем араласпайтын әке бар. Енді осы алтын ортаны қалай ұстаймыз жалпы? Алтын ортаны қалай ұстаймыз деген кезде біздегі әкелердің психологиясына байланысты. Көбісі біздегі әкелер ақша тапсам болды, менің миссиям осы жермен аяқталды, бітті, қалған бәрін шеше шешеді деп ойлайды ғой енді. Дұрыс, шешесінің мойнында мына 5 жасқа шейін әлди айту, санамақ айту, тақпақ айту деген, енді әкесі мал табуға кеткен кезде демізіп отырып әлдиді сол айту керек қой енді. Бірақ енді ол 4-5 жастан бастап балаға дастарханның басында салмақты, маңызды, мағыналы әңгіме айтып отыру деген әкенің мойнына ілінетін міндет шыны керек. Сондықтан да мына киелі кітаптардың бәрінде бос сөз, бос әңгіме айтпа, елді жақсылыққа, қайырға шақыратын, арамнан жаңағыдай лассаттардан тыйып отыратын әңгіме айт деген тыйымның шығатын себебі сол. Дастарханның басындағы айтылатын әңгіменің мәні, мазмұны Алланың уахиіне тең дәрежеде болсын деп айтады. Сондықтан егер біз үнемі айтамыз, мен мысалға менде бұл міндетті өзім мойныма алған адаммын. Балдарыма қисса үйреткен кезде, жырлар жаттатқан кезде менің әйелім оған араласа алмайды. Араласа алмағанда ол жалқаулығынан емес, оның күші жетпейді оған. Себебі менің 7 балам бар, ол 7 баланың жағдайын жаса, олар жан-жақтан яғни мамаларын түтіп жеген кезде оның қиссасын қайда қалғанын таппай қалады. Сондықтан мен әке ретінде оларды қадағалаймын. Мына қиссаны сен қазір оқисың, мына батаны жатқа айтасың, мына қобыланды жырының пәлен бетін маған тапсырасың. Дәл қазір мысалы менің 10 жасар балам қыстың каникулда Қыз жібек жырын басынан аяғына дейін жаттап тастады 10 күннің ішінде. Сосын мен оған тағы бір сыйлық жасап қойдым. Енді кеше ең ұзақ жыр қобыланды екен, мысалы қобыланды мен жаттатып жатырмын. Ол шешесі жаттата алмайды, ол лып етіп ұстап қашып кетеді, шешесінің жүрегі жұмсақ болғасын. Ал мен енді қаталдау адам болғаннан кейін ол өтіп кете алмайды менің тексерісімнен. Күніге ол маған қобыландыдан ең азы 1 бет, болмаса 2 бет жаттап отырды. Қазір бір 50-60 бетке келіп қалды ғой деймін. Басынан түседі тағын сол орта шеніне дейін тоқтамай зырылдатып айта береді. Сондықтан бұның бәрін енді мен әкелерге үлгі ретінде айтамын. Бала тәрбиесіне араласасың ба? Араласасың ба емес, араласуға тиіссің сен. Осы айтылып отырған бір беттік кітап болсын, әлдиден әпісқа дейін болсын, я пайғамбарлар қиссасы болсын, болмаса Қыз жібек болсын, міндетті түрде әкелік өзінің харизмасын пайдаланып, жоқ дегенде бір жарты беттен ол жыр тақпақ жаттатып отыру керек. Оның бәрі тәрбие сол жырдың ішіндегі мазмұны арқылы сіңе береді. Ал енді бұның бәрін біз әйелдердің мойнына арта алмаймыз шыны керек. Себебі олар онсыз олардың тамағы бар, одан кейін жуатын ыдысы бар, одан кейін киімдері бар, олар азында мектепте дайындап шайын беріп шығарып сал деген бар, осының өзі әйелдерді түтіп жүреді. Сондықтан бізді көріп отқан ер азаматтар болатын болса, біз солардың бәріне айтамыз. Жігіттер, мына бала тәрбиесінде дастарханның басында салмақты әңгіме айтып отыратын әкелік міндеттеріңді мойындарыңа алыңдар деп. Және баласына кітап сатып алып беру, жәрмеңкеге алып бару,
баласын тұрғызып қойып қалаған кітабын сатып алып беру. Егер баласы кітап алғысы келмей тұрса, жоқ, сен міндетті түрде аласын, осыны үйрене бер деп, баласына сол жерден өзінің қалауымен кітаптарды алып беруге тиіс. Бір шетінен қазір жыл сайын Астана қаласында 5 күндік Нафалиант ұйымдастыратын кітап жәрмеңкесі бар. Қазір жап-жақсы үлгілі ата-аналар, әкелер келіп, баласына кәдімгідей 1-2 дорба кітап алып беріп жатыр. Рахмет. Соңғы сұрақ болсын, жалпы. Әке қай кезде шектен шықпау керек және қай кезде тәрбиеде мықтап ұстап қалатын жері керек? Бұл жерде енді шектен шықпау керек деген кезде, бұл жерден шектен шықсын, болмаса шектен шықпасын деген линия жоқ. Ол жалпы шектен шықпау керек қой, енді қай кезде болмасын. Бұл жерде әкелердің жаңағыдай орынсыз қаталдығы неден шығады деген кезінде, мына өзінің жүріс-тұрысымен, содан кейін бір өнегелі сөз айтатын өзінің көкірегінде бір база болмағаннан кейін, сол кезде ол жаңағы лас сөздердің боқтап бұрылып тілінен шығып кетуі және қол аяғын жұмсауы деген сол кезде шығады. Ал енді онда ұрыс төбелеске шектен шыққан бір ерегіске бармасын десек, онда әкелер тағы да қайталап айтамын, туылғаннан бастап шешесіне көмектесіп, мына жерде бала тәрбиесіне араласып, оған санамақ айту, тақпақ айту, жаттаған тақпағын тексеріп отыру деген осы нәрселердің бәрі әкенің мойнына түсу керек. Сондықтан ұруға, соғуға шынымен де енді боқтап бұрылау деген енді мен қой дегеннен олар тиіп қалмайды ғой, ондай оқиға бәрі болады ғой. Жалпы онда осы оқиғаның алдын алу үшін алдын ала әр отбасының міндетті түрде өз үй іші бала шағасымен отырып оқитын бір кітаптар болу керек. Осы жерден мен тағы да қайталап айтамын. Әкенің де, шешенің де, баланы да үшеуін бір уақытта бір осында құндылықтарға жұмылдыру үшін отбасы хрестоматиясы осыдан 3 жыл бұрын отбасындағы 30 сабақ деген бір жоба жасаған. 2 томнан тұратын кітап, біреу дәптері былай үй жұмысынан алған, біріншісі құндылықтар. Соның ішіндегі берілген үй тапсырмалардың бәрін әкеңмен, шешеңмен бірге жаса деп жазып қойған ананың ішіне. Сонда ол әкесінен сұрап отырады, шешесінен сұрап отырады, бірге ютубта мына күйдің тарихын көріңдер, мына күйді музыканы бірге тыңдаңдар деп ән күйдің тарихы мысалға. Сол кезде біздің осы әкелеріміз өздерің оқи беріңдер, шектен шығу деген осы, мен мазамды алмаңдар, бар ана өздерің отырып ютубты көре салыңдар, болмаса мамаңа айт деп ысыруға болмайды. Оның бәрі енді біріншіден біздің шешелеріміз шаршап жүреді, әйел адамдар, онсыз да үй жұмысының көптігінен. Екіншіден олардың жүрегі жұмсақтау, баласынан қаттырақ талап ете алмайды. Баласы сәл былқылдаса, соң сөзін сөйлеп шыға келетін, ана мейірімділігі керінше жұмыс істеп кетеді. Бұндай кезде әкелер шынымен де қабағын сәл қатайтып, дауысын зорайтып, мына санамақты 20 минутта жаттап кел, сосын мен саған мынандай нығметтер беремін деген сияқты бір нәрсе беру керек. Рахмет көп. Енді бұл жобаның мақсаты біздер ұстаздардың да айтары бар деген мақсатта шығарған болатынбыз. Енді ата-аналар тек қана ұстазға сырттай қоймай, бала тәрбиесінде өздері де айналыссын, көрсін деген. Бұл жерде біз тағы да бір нәрсені қайталап айтамыз. Мысалы, бастауыш мұғалімдері қазір жынды болып кетуге айналды. Себебі ата-аналардың тарапынан кеткен қателікті бұлар түзей алмайды. Себебі барлық ғалымдар айтып жатыр, мысалға, баланың тілінің қалыптасуы деген 5 жасқа дейін ғана жүретін процесс. Сондықтан дамыған елдерде конституцияның ішіне 3 жастан бастап олардың өнегелі әңгіме тыңдап өсу деген правасын, құқығын конституцияның ішіне кіргізіп қояды, ата заңның ішіне. Енді ақыр бұл 5 жасқа шейін баланың сөйлеу өнері қалыптасатын болса, оны бастауыш мұғаліміне келмейді ғой, енді шешесінің қойнында жатыр ғой. Сондықтан бұл жерде ата-аналарға да біз бірнеше рет қайта ескертеміз. Балаңыздың тілі 5 жасқа дейін ғана қалыптасады негізінде ғылым бойынша. Мына миының ішіндегі жаңағы айтып отқан иірімдердің тереңдеуі, күрделенуі деген дамуы. Сондықтан бұлар тағы да қайталап айтамын, я қиссагер сатып алсын, болмаса балалықтан даналықтан сатып алсын, отбасында 30 сабақ сатып алсын. Егер 0-ден бастап үйретемін дейтін болса, әлдейден эпосқа дейін сатып алсын. Ал егер жаңа тыйым талаптың мәнін ашам дейтін болса, салт дәстүр сөйлейді деген кітап сатып алсын. Осы кітаптардың негізінде тәрбие беріп, аман есен бастауыш мұғалімнің алдына келіп 7 жасар баласын тапсыратын болса, онда бастауыш мұғалім оны қиналмай ары жетектеп кете береді. Енді сен ми істемейтін, көкірегі бос, тілі дамымай қалған бір шалапыла баланы алып келдің дағыны бердің. Әлбетте енді оны бастауыштың мұғалім өрден енді ол атан түйе тарта алмайтын жүкті арқасынан жүкте болады. Енді ол бір бала болса мал 30 келеді. 30-ның кем дегенде 10-15 сондай. Сондықтан берді мұғалімдерде кінәлі орынсыз деп есептеймін. 7 жасқа дейінгі баланың тілінің дамымауы, ойын дұрыс жеткізбеуі таза әкесінің, шешесінің тарапынан кеткен қателік. Санжар аға, келіп сырлы сұхбат жүргізгеніңізге үлкен рахмет, сізге үлкен алғыс білдіреміз. Айтарыңыз таусылмасын,
Рахмет. Сіздер каналға тіркеліп, лайк басып, және комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Жасұлан Русланұлы және Санжар Керімбай ағамыз. Арнамызда келесіде жолыққанша үлкен рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыздар.